Достар, бүгін біз банановый пай, яғни банановый пирог жасаймыз. Ең алдымен миксерімізге сары майымыз бен қантымызды салып, айналдырамыз. Біздің массамыз 2 есе үлкею қажет. Және де жұмыртқамыз бен сарыуызымызды, ванилинімізді саламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Тіркелмесеңіздер, тіркеліп отырыңыздар. Алдағы уақытта өте жаңа рецепттер шығып тұрады. Мінекей енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, осылай 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Мінекей лопатканың көмегімен жиегін түсіріп алдық. Міне массамыз дайын болды. Мен 20 диаметрлік форма дайындадым. Астына фольга төседім. Осылай массамызды салып, бетін тегістеп шығамыз. Пешімізді алдын ала 170 градусқа қыздырып қоямыз. 20 минутта пісіп шықты. Мінекей дайын болды. Суыған соң бетіне вареный сгущенка жағып, тегістеп аламыз. Және де бананның сыртын ашып, осылай 2 бананымызды өте жұқа қылмай, осындай диаметрде кесіп шығамыз. Мінекей бананның бәрін кесіп болдым. Енді осылай орналастырып шығамыз. Бананның барлығын бетіне әдемілеп салып шығамыз. Енді кремін дайындаймыз. Бізде салқын 33%-дық сливкемен қантты араластырып, миксерге айналдырамыз. Қоюланғанша айналдырамыз. Бізде крем пайда болады, өте дәмді, және арасында осылай жиектерін бір түсіріп алыңыз. Және де өзіңізге ұнаған насадкамен бетіне узор салып шығамыз. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тіркеліп қойсаңыздар, әр апта сайын осылай жаңа рецепттер шығып тұрады. Мінекей бізде крем дайын болды. Маған осы насадка ұнады. Кремді салып, осылай бетіне узор салып шықтым. Барлық жеріне осылай узор саламыз. Егер сізге кофе ұнайтын болса, бетіне кофе сепсеңіз болады. Ал мен сепкен жоқпын. Мінекей өте дәмді керемет пирог дайын болды. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қойсаңыздар, өте сіңіп әдемі болып тұрады.